Сәлеметсіз оқушылар, бізде остеология 10-шы сабақ 5-ші бөлім. Бұл сабақта сына тәрізді сүйектің құрылысын, яғни латынша атауы ос феноидалия, осы сүйектің құрылысына тоқталатын боламыз. Олай болса, сабақ басталмастан бұрын әдеттегідей мен Instagram парақшама тіркеліп алыңыздар. Қазақша медициналық контентті бірге қолдайық және бірге дамытайық. Олай болса, сына сүйектің құрылысы негізгі 4 бөліктен тұрады. Денесі, корпус, ала майор, яғни майор үлкен, ал ала это қанат, үлкен қанатынан, ала минор кіші қанатынан, қанат тәрізді өсінділері процессус птерогайдиус. Қараңыздар, мынау тұрған денесі, ал мынау кішкентай болып тұрған қанат сияқты болып тұрған, осы бұл кіші қанаты, ал мынау ауқымды үлкен болып тұрған қанаты әрине үлкен қанаты. Ал бұлар қанат тәрізді өсінділер болып табылады. Ал енді олай болса, денесінен бастап, одан кейін үлкен қанаты, одан кейін кіші қанаты, одан кейін қанат тәрізді өсінділеріне, анатомиялық құрылымдарына, ол жерде орналасқан бүткіл точкаларына тоқталайық. Енді денесінің бізде бірнеше беті бар. Ең бірінші беті ол ми сауытына қараған беті. Біз оның ми сауытына қараған беті екенін мен сіздерге қазір мына жақтағы суреттен көрсетемін. Мынау тұрған сына тәрізді сүйек, мына жерде маңдай сүйегі, шүйде сүйегі, мынау самай сүйегі деген сияқты да, солардың барлығымен байланысып ортасында тұрған ми сауытына қараған бетіндегі осы бізде сына тәрізді сүйек болып табылады. Осының құрылысына тоқталамын. Бұл жерде түрік ертоқымы селла турцика орналасқан. Енді қараңыздар, селла турцика, мне кажется, это уже вам понятно. Мынау тұрған ертоқым сияқты болып тұрған, осы бізде түрік ертоқымы деп аталатын болады. Вот мына жерде тоже сіздерге анық байқалып тұр, иә, дәл осы аралық түрік ертоқымы деп аталатын болады. Одан кейін бізде түрік ертоқымының төмпешігі туберкулум селла ертоқымның алдында орналасады. Яғни ол примерно мына жерлерде ертоқымның алдында орналасады деп тұр. Ертоқымның алды, мен сүйекті жеке ашайын, чтобы сіздерге понятно болу үшін, вот мына жағы ми сауытына қараған беті түрік ертоқымы мынау тұрған, ал оның алдында мына жерде туберкулум селла, яғни түрік ертоқымның төмпешігі орналасқан. Енді бізде түрік ертоқымның арқасы дорзум селла ертоқымның артында орналасқан. Яғни бізде алдында түрік ертоқымның төмпешігі орналасса, дәл осы жерде дорзум селла орналасып тұр деген сөз, бір-біріне параллельно жатыр. Одан кейін сына тәрізді артқы өсіндісі процессус клинидеус posterior, сына тәрізді ортаңғы өсіндісі процессус клинидеус medius. Қараңыздар, сына тәрізді артқы өсіндісі мынау тұрған құрылым под процессус клинидеус posterior, ал сына тәрізді ортаңғы орналасқан құрылым процессус клинидеус medius. Ал сына тәрізді алдыңғы орналасқан құрылым, вот мынау орналасқан құрылым, бірақ ол уже кіші қанатында орналасқан құрылымға жатады. Ол денесіне жатпайды. Сондықтан да мен оны бұл жерде айтпаймын. Қазір кіші қанатын талдаған кезде сіздерге қарастырып айтатын боламын. Негізі ондай құрылым бар алдыңғысы, өйткені артқы ортаңғы деп келтіріп тұрғандықтан міндетті түрде алдыда болады деген сөз. Одан кейін көру айқасының алдыңғы жүлгесі sulcus prechasmaticus. Айқас деген сөз хиазма ғой, хиазматис деп тұр. Ал прехиазматис, яғни айқасының алдыңғы, көру алдыңғы, алдыңғы деген сөз пре. Ал артқы дейтін болса, уже пост деп аталады. Бірақ артқы деген ондай құрылым жоқ. Ал sulcus это жүлге. Енді оны 3D анатомиядан көрсететін болсам, вот мынау тұр. Sulcus prechasmaticus. Дәл осы жерде туберкулум турцика бар ғой, селла, осы түрік ертоқымның төмпешігі, соның үстінде sulcus prechasmaticus, яғни көру айқасының жүлгесі өтеді деген сөз. Одан кейін бізде көру нервінің өзекшесі canalus opticus. Осы жерде көру айқасының жүлгесі sulcus prechasmaticus бағытталады да, неге бағытталады? Canalus opticusқа, яғни дәл осы көру нервінің өзегіне қарай бағытталып кететін болады. Одан кейін гипофиз безінің ойысы fossa hypophysalis, яғни қақ ортасында орналасатын болса, мына жерде, осы жерде гипофиз безі орналасады, осы жерде fossa hypophysalis деп аталатын болады. Мне кажется, ми сауытына қараған беті, яғни жоғарғы бетінің құрылысы барлықтарыңызға түсінікті болды деген ойдамын. Одан кейін түрік ертоқымның артқы арқа, яғни дорзум селла, екі шетінде шүйде сүйегімен жалғасатын шына сүйде синастазы артикуляция сфеноацепиталис жасалады. Сондай-ақ бұл аймақта клиникалық тұрғыда өте маңызды ұйқы артериясының тілігі орналасады. Яғни мен сіздерге қазір ол нәрсені былайынан көрсетейін.
Вот мына жерде бізде сына тәрізді сүйек самаймен, шүйде сүйегімен байланысады деп тұр ғой. Осы жерде негізінде мына жерде бізде қазір мен айтам ұйқы артериясы өтетін, мына жерде жүлге орналасады, бірақ ол сразу жүлге болмайды, ол бірінші инцизура как тілік сияқты орналасатын құрылым болады, сосын барып жүлге болып қалыптасатын болады. Бірақ оны 3D анатомияда сіздерге анық көрсетпеген екен, но ондай құрылым бар болғандықтан сіздерге осы жерге осылай жазып қойған болатынмын. Бас сүйектері синасоз арқылы байланысады, оны буындарды өткен кезде толығырақ қарастыратын боламыз. Бұл жерде нені қарастырдым? Мына жерде түргер тоқымы селла турцика, алдында міндетті түрде туберкулум селла орналасады, одан кейін артқы жағында дорзум селла, яғни артқа қабырғасын құрайтын несі арқасы. Одан кейін бұл екеуінің қақ ортасында фосса кибофизиалис орналасады, одан кейін алдыңғы сына тәрізді несі орналасады, еді? Processus clinidius anterior, жоқ, processus clinidius posterior, processus clinidius medius, одан кейін мына жерде processus clinidius anterior орналасатын болады. Бірақ ол уже кіші қанатының құрылымы деп сіздерге айтқан болатын. Одан кейін мына жерде sulcus prechiasmaticus, яғни көру айқасының жүлгесі, и ол мынаның ішіндегі неге каналис оптикусқа бағытталып кететін болады. Все, мне кажется, понятно. Енді бізде міндетті түрде орналасатын құрылым латеральды беті. Бұл әлі денесі, яғни денесінің біз жаңа алдыңғы беті, яғни ішкі беті ми сауытына қараған беті, одан кейін латеральды бетіне, артқы бетіне, одан кейін алдыңғы бетіне. Айбетпеңіздер, шатасып кеттім. Мына жерде ми сауытына қараған беті, жоғарғы бетіне тоқталдық, ал алдыңғы бетіне енді тоқталғанбыз. Қараңыздар, латеральды беті ішкі ұйқы артериясының жүлгесі, яғни sulcus caroticus орналасатын болады. Әдеттегідей 3D анатомияны ашамыз. Латеральды беті, вот мынау тұрған латеральды беті, мына жерде мынау бізде денесі ғой әлі талдап жатқанымыз. Осы жерде sulcus caroticus ұйқы артериясының жүлгесі. Бұл жерде ұйқы артериясы өтеді, сондықтан да сондай жүлге болады. Из-за этого sulcus caroticus деп тұр. Одан кейін артқы беті ылди кливус орналасады. Енді мен оны түсіндіру үшін мына сүйекті міндетті түрде ашуым қажет. Шүйде сүйегін қарастырған кезде мына аяққа ылди сияқты құлзилап бара жатқан сияқты болады деп айттым ғой. Мына жерде қараңыздар, мына дорзум селла бар ғой, түргер тоқымының арқасы, сол былайынан бағытталатын кезде ол ылди кливус мына жақтан басталады. Оны бірақ 3D анатомияда жеке сүйегінде ол нәрсені көрсетпеген, сондықтан да мен сіздерге түсінікті болу үшін жаңағыдай айтып жатырмын. Ол артқы бетін құрайды. Ал алдыңғы бетін сына сүйектің қырқасы Christa sphenoidalis, сына сүйектің кеуілшірі Concha sphenoidalis, алдыңғы беті, қараңыздар, мынау ми сауытына қараған беті болса, мынау уже алдыңғы беті. Не үшін алдыңғы беті? Өйткені адамның беті бар ғой, мына бетіміз біздің алдымызға қарай бағытталып тұратындықтан, бұл уже алдыңғы беті деп қарастырылатын болады. Сондықтан да дайын болыңыздар, талдайық. Сына сүйектің қырқасы Christa sphenoidalis. Мне кажется, уже понятно, да? Мынау тұрған қырқа болып тұрған нәрсе уже это мынау тұрған уже Christa sphenoidalis. Кеттік, олай болса жалғастырайық. Сына сүйектің кеуілшірі Concha sphenoidalis. Қараңыздар, Concha sphenoidalis ол мына жерде сіздерге анық көрінетін болады. Яғни кеуілшір ол мынау ішіне қарай бағытталып орналасқандықтан, осы бізде Concha sphenoidalis деп аталады. Мына сүйектің негізінде ашып тастайтын болсақ, Concha sphenoidalis, яғни сына сүйектің кеуілшірін сіздер анық байқайтын боласыздар. Вот, мінекей Concha sphenoidalis көріп тұрсыздар ма? Мына жерде оны анатомиялық құрылымда мысал үшін көрсетпеген екен. Вот, мынау тұрған мысал үшін Concha sphenoidalis. Бұл арқылы басқа сүйекпен байланысатын болады, оны қазір айтатын болады. Concha sphenoidalis. Одан кейін бізде сына сүйектің қойнауына кіретін тесік apertura sinus sphenoidalis. Сына сүйектің қойнауы, яғни мынаның ішіне кіретін тесік, вот осының іші бар ғой, сына сүйектің ішіне apertura sinus sphenoidalis деп аталатын болады. Apertura sinus sphenoidalis екі тесік бар, яғни сына сүйектің қойнауы бізде екеу деген сөз, бір сөзбен айтқанда, ол екі қойнау екі жағында орналасады, оны Christa қырқасы бөліп тұрады, ал ішкі бетінде ол екеуінің аралығында септум орналасады. Септум дегеніміз не? Айтайын, сына сүйектің қойнауы сол кіретін тесік, уже тесіктен өткен деген сол қойнауына тап боласыздар. Одан кейін сына сүйектің қойнауын аралық табақша септум синум sphenoidalium бөліп тұрады деп осы жерде айтылған. Мне кажется, все понятно, да? 3D анатомиядан да и мына тұрған сүйектің суретінен де сіздерге анық көрсеттім.
Олай болса жалғастырайық. Енді келесі кезекте үлкен қанатына тоқталатын боламыз. Одан кейін кіші қанатына тоқталамыз, одан кейін қанат тәрізді өсінділеріне тоқталамыз. Қараңыздар, үлкен қанаты сіздерге анық байқалып тұрған құрылым ғой. Мына жерде мынау кішкентай ғана қанаты болса, мынау ауқымды болып орналасқан, бұл бізде уже үлкен қанаты. Тоже үлкен қанаттың ми сауытына қараған беті, алдыңғы беті деген сияқты өзінің беттері бар. Олай болса, ең бірінші алдымен жиектеріне тоқтайық. Маңдайлық жиегі марго фронталис. Қараңыздар, ол үшін сіздерге түсінікті болу үшін мен обязательно осы сүйекті ашамын. Мынау тұрған бізде маңдай сүйегі прозрачныймен, и мына жақта уже сына тәрізді сүйек маңдай сүйекпен байланысатын қыры көрсетілген. То есть қыры емес, жиегі көрсетілген. Яғни жоғарғы жиегі. Марго фронталис. Фронталис это бізде маңдай сүйегі, ал марго это жиек. Бет сүйектік жиегі марго зигоматикус. Яғни бет сүйекпен байланысатындықтан. Мынау тұрған орналасқан сүйек бізде бет сүйек, ал бет сүйекпен сына тәрізді сүйек байланысып тұр. Мынау сап-сары тұрған құрылым. Сол бет сүйектік жиегі болып табылады. Одан кейін бізде қабыршақтық жиегі марго сквамозис, яғни артында орналасады. Мынау бізде сына тәрізді сүйек болатын болса, соның артқы бетіндегі жиегі, яғни мына жақтағы орналасқан жиегі, ол бізде мынау самай сүйектің қабыршақтық бөлігімен байланысатындықтан қабыршақтық жиегі деп аталып тұр. Артқы жиегі марго сквамозис. Одан кейін төбелік жиегі марго париеталис. Ол бір енді кішкентай ғана бөлікті алып жататын болады, но ондай жиегі бар. Мынау тұрған кішкентай ғана бөлікті осы төбе сүйекпен байланысатындықтан солай төбе жиегі деп атайтын болады. И все. И олар бір-бірімен жік арқылы байланысатындықтан, яғни маңдай жиегі болатын болса, сына, одан кейін маңдай. Осы екі сүйекті бір-біріне қосып жүретін боласыздар. Жік это сутура, сфено это бізде сына тәрізді сүйек, ал фронталис это бізде маңдай. Сутура жік, сфено это маңдай, сфено это сына тәрізді сүйек, ал зигоматика это бізде бет сүйегі. Дәл сол сияқты сутура сквамоза деп сразу айта салатын боласыздар. Сутура сфено, сфено это бізде сына тәрізді сүйек, ал париеталис это ол бізде төбе сүйегі. Түсінікті ғой, Енді осыны мен сіздерге әдемі европейский суреттен көрсетейін. Дәл сол сүйектің мынау алдыңғы бетінен қараған көрінісінен анық байқалады, Марго фронталис, марго зигоматикус, зигоматикуспен кішкентай ғана бөлігі байланысады. Көріп тұрсаңыз, ол уже ары қарай жоғарғы бөлігі марго фронталиспен байланысып кетеді. Одан кейін марго париеталис, яғни төбе сүйекпен байланысады. Ал мынау уже төменгі беті немесе артқы бетіне қарай уже ол нәрсе бізде марго сквамозис, яғни сына емес, самай сүйектің қабыршақтық бөлігімен байланысатын болады. Олай болса, енді беттеріне тоқталайық. Ми сауытына қараған беті сразу осыдан бастаймыз. Одан кейін келесі беті, көз шарасына қараған беті, жоғарғы жақ сүйекке, самай ойысына и также дальше кетіп жалғаса береді. На самом деле это очень легко. Ми сауытына қараған беті саусақтық батыңқылар және артериялық жүлгелер, ми көтеріңкілері. Ми сауытына қараған бетіне міндетті түрде селла туртика орналасады дедік, бірақ ол денесінде орналасатын құрылым. Осыған қарап ажыратып аласыздар да, уже үлкен қанатында орналасқан құрылымдарды айта бересіздер. Мне кажется, саусақтық батыңқылар, артериялық жүлгелер, ми көтеріңкілері барлық бас сүйектің милық бөлігіне тән, ми сауытына қараған бетіне тән. Сондықтан да это уже сіздер үшін базовый минимум болғандықтан түсіндірудің қажеті жоқ, Бірақ осы ми сауытына қараған бетінде анық орналасқан құрылымдарға дөңгелек тесік, сопақша тесік және қылқанды тесік орналасқан дейді. Давайте осы сүйектерді мен сіздерге дәл осы 3D атлас анатомиядан көрсетейін. Вот, мынау бізде ми сауытына қараған беті, осы жерде 3 тесік орналасқан. Вот, қараңыздар, мына жерде орналасқан, и мына жерде орналасқан, и мына жерде орналасқан. Мынау тұрған форамен ротундум. Мынау тұрған форамен овали, ал мынау тұрған форамен спинозум. Яғни жаңа айтқан 3 тесік. Дөңгелек тесік ротундум, сопақша тесік овали, ал қылқанды тесік спинозум. Осы тесіктерді үлкен қанатта бар екенін білсеңіздер болды. Ал жаңағы бұл жерде артериялардың іздері бар, саусақ батыңқылары бар деген нәрсе сіздер үшін, мне кажется, базовый минимум.
Ал енді бұл жерде не өтетінін білгілеріңіз келсе, Рахышев я болмаса Аубакировты ашып оқысаңыздар да болады, немесе қатты ерініп бара жатсаңыздар, GPT достарыңыздан сұрасаңыздар болады. Бұның ішінен ішкі нервтің тармақтары, мысал үшін жоғарғы жақ сүйекке қарай бағытталған, төменгі жақ сүйекке қарай бағытталған тармақтары өтетін болады. И плюс қан тамыр, артерия, вена, нервтер өтетін болады. Кеттік, олай болса жалғастырайық. Келесі беті, ол бізде әрине қандай беті? Көз шарасына қараған беті. Facies orbitalis. Көз шарасының төменгі саналауы fissura orbitalis inferiorды құрайтын болады. Енді бұны мен сіздерге түсіндіру үшін азебательно мына сүйекті көрсетуім қажет. Мына жерде бізде көз шарасы, ал мына жерде анық байқап тұрған нәрсе, не нәрсе? Мынау бізде несі? Әрине сынап тәрізді сүйектің үлкен қанаты. Ал мынау сынап тәрізді сүйектің кіші қанаты. Ал бізде көз шарасы қараған беті, яғни төменгі саналауын құрайды деп тұр. Ол төменгі саналауын құрауға бізде көздің өзінің сүйегімен, көз шарасында орналасқан сүйектермен, и плюс осы сына тәрізді сүйектің үлкен қанаты қатысады. Ал көз шарасының жоғарғы саналауын құрауға үлкен қанат пен кіші қанат қатысады, вот осы екеуінің арасы. Оны мен бірақ қазір тоқталамын, асықпайық. Одан кейін жоғарғы жақ сүйекке қараған беті, facies maxillaris, қанаттандай ойысын құрайды. Яғни, қараңыздар, мынау тұрған бізде сына тәрізді сүйек, и сына тәрізді сүйектің осы бір қанаттандай ойысын құрауға қатысатын бөлігі, яғни қазір сіздерге көрсететін болам. Мынаны бір прозрачный емес, удалить етіп тастауға болады, Қазір мен удалить ететін болам. Жоқ. Артық қылам деп что-то тыртық қылып алатын сияқтымын. Все, ладно, давайте. Тогда мен сүйекті жеке ашып сіздерге көрсетейін. Вот, қанаттандай, именно таңдайлық бетіне вот осы жақ алдыңғы беті қатысатын болады. Именно қанаттандай ойысын құрауға. Осы жерде айтқан ғой, қараңыз, жоғарғы жақ сүйекке қараған бетінде, facies maxillarisте обязательно қанаттандай ойысы орналасады. Яғни жоғарғы жақ сүйекке қараған беті қанаттандай ойысын құрайтын болып табылады. Қанаттандай ойысы дәл осы жерде жоғарғы жақ сүйекпен байланысады, алдыңғы жақта, и осы екеуінің арасында бір ойыс пайда болады. Сол бізде қанаттандай ойысы деп аталады. Одан кейін самай ойысына қараған беті, facies temporalis, самай шұңқыры, fossa temporalis, және төменірек самай астылық қырқа, crista infratemporalis орналасады. Ол үшін әдеттегі осы сүйекті ашам. Бұл сүйектің, қараңыздар, мынау самай сүйегі, ал мынау сына тәрізді сүйек. Бұл екеуі бір-біріне байланысқан, ал мына жағына қарайтын болса, ойыс болып кеткен ғой, қарап тұрсыздар ма? Осы самай ойысын құрауға қатысады деп, самай ойысына қараған бетінде самай шұңқырын құрауға қатысады, fossa temporalis. Осыны айтып тұр, мынау шұңқырға қарай иіліп кетіп бара жатқан сияқты, байқап тұрсыздар ма? Вот, самай шұңқырын құрауға қатысады деп тұр. Төменірек самай астылық қырқа, crista infratemporalis орналасады. Яғни примерно осы аралықтарда crista infratemporalis орналасады деп тұр, осы аралықтарда. Енді самай сүйектің үстінде орналасады, ол самай сүйектің денесінде осы жерде 40-қа есебінде орналасады. Оны бірақ 3D анатомияда көрсетпеген. Самай асты ойысына қараған беті, facies infratemporalis, самай асты ойысы, яғни сына тәрізді сүйек мынау тұр, ал самай сүйегі мынау тұр, ал самай асты ойысы вот мынау тұр. Самайдың астына қарайтын болсақ, дәл осы бет сүйекпен самай сүйектің зигоматикус, и плюс мына жақта сына тәрізді сүйек, мына жақта самай сүйектің өзінің беттік өсіндісі, мына жақта бет сүйегімен сөйтіп байланысып, осы жерде ойысты құрайды. Как раз мына жерде сіздерге анық көрініп тұр, ойыс екен мына ізбен ақшы, сол самай ойысын құрайды деп сол жерде айтып тұр. Сонымен қатар бізде самай асты ойысына қараған бетінде сопақша тесік, қылқанды тесіктің жанында сына қылқаны, спина сфеноидаlis орналасады. Самай ұшымен қанат тәрізді өсінді артында жыртық тесік, foramen lacerum орналасады. Енді оны сіздерге анық көрсету үшін, мына жерде осы тұр. Вот, мынау самай сүйегі, милық бөлігі, ал мынау сына тәрізді сүйек. Қараңыздар, егер біз мынау сына тәрізді сүйектің өзін ғана қарайтын болсақ, яғни милық беті,
мына жерде бір нәрсе бір жетіспейтін сияқты, иә, бір как будто бір жыртық сияқты ма бір нәрсе орналасқан, иә. Осы жерде мына жағынан самай сүйегімен байланысады да, осы жерде жыртық тесікті құрауға қатысатын болады. Қазір мен оны сіздерге көрсететін боламын. Вот, мынау самай сүйегі, ал мынау сына тәрізді сүйек. Как раз мынау селла турциканың дәл мына жерінде. Мына жерде біз білеміз, иә, сулькус не орналасады, каротикус орналасады. Бағана ғана айттық. Сол былайынан қарай иіліп қана барады да, мына жыртық тесік. Көрдіңіздер ме, мына жыртық тесік. И біз айтқан болатын, иә, ол бекерден бекер емес. Мына жерде бізде самай сүйектің құрылысын қарастырған кезде форамен каротикум экстернум, форамен каротикум интернум деген сияқты құрылымдарды айтқан болатын. Өйткені осы жерден ұйқы артериясы осының ішімен былай өтетіндіктен, оның барлығын мен сіздерге бекерден бекер айтқан жоқпын. Жалпылама бас сүйектің құрылысы бір-бірімен түсінікті, иә. Егер түсінбей отырсаңыздар, самай сүйекті қараңыздар, сосын барып сына тәрізді сүйекке келіңіздер. Сол кезде все четко болады. Сопақша тесік, қылқанды тесік. Қылқанды тесіктің жанында сына қылқаны спина сфеноидалис орналасады. Қылқанды тесік это форамен спинозум. Дәл осы спинозум, қазір жеке ашайын. Форамен спинозум, осы спинозумның дәл жанында сына тәрізді сүйектің қылқаны орналасады деп тұр, иә. Бірақ оны бұл жердегі анатомиялық құрылымдарда ашып көрсетілмеген деген сияқты да. Ол астындағы құрылымға кетеді. 3D анатомияда все идеальный емес, тағы да бір. Мына жерде қараңыздар, қылқанды тесік, но жанында сондай қылқаны орналасады. Ұстасаңыздар, живой препаратпен байқайсыздар. Одан кейін самай ұшымен жыртық тесікті уже сіздерге көрсеттім, иә. Самай сүйегі мен сына тәрізді сүйекті бір-бірімен байланыстырған кезде пайда болатын тесік. Ол арқылы форамен каротикумға еніп кетеді, самай сүйегінде орналасқан. Одан кейін кіші қанаты ала минор, ми сауытына қараған беті және көз шарасына қараған беті деп екі бетке бөлінетін болады. Қараңыздар, ала минор сіздерге анық байқалып тұрған құрылым, өте кішкентай, дәл соған сәйкес бұда орналасқан құрылымдар да ондай бір қатты қиын емес. Денесімен байланысып көру нерв өзекшесін каналис оптикусты құрайды. Ол арқылы екінші жұп нерві өтеді. Қараңыздар, мынау бізде самай сүйектің денесі, ал мынау самай сүйектің кіші қанаты. Осы екеуі бір-бірімен байланысады да каналис оптикусты құрайды деп тұр. Вам понятно? Бағана ғана айттым ғой. И осының ішінен екінші бас ми нерві, көз нерві өтетін болады. Үлкен қанаты мен кіші қанаты арасында көз шарасының жоғарғы салмауы фиссура орбиталис супериор құрайды. Яғни, мынау тұрған, мен сыртына қарап көрсетейін, мынау үлкен қанаты, ал мынау кіші қанаты. Осы екеуінің арасында фиссура орбиталис супериорды құрайды. Оны бірақ мынау тұрған көз шарасын қарастырған кезде анық байқаймыз. Дәл солай мынау үлкен қанаты, мынау кіші қанаты, осы екеуінің арасында фиссура орбиталис супериор орналасқан. Ал мынау үлкен қанаты мен мынау бет сүйектің көзге қараған бөлігінің арасында фиссура орбиталис инфериор орналасқан. Мен үлкен қанатын талдаған кезде оны айтқан болатынмын. Енді қараңыздар, алдыңғы қыры тор сүйектің горизонтальды табақшасымен және маңдайдың көз бөлігінің артқы қырымен байланысады. Яғни, мынау тұрған кіші қанаты, байқап тұрсыздар ғой, мынау тұрған кіші қанаты. Осы кіші қанаты, мынау торлы сүйектің горизонтальды табақшасымен байланысады деп тұр. Может быть, оны бұл жерден сіздерге көрсете алмаспын, немесе көрсете аламын даже. Вот мынау торлы сүйектің горизонтальды табақшасы, мынау тұрған кіші қанаты, вот мынау кіші қанаты, сонымен байланысады деп тұр. И плюс мұрынның, мынау тұрған мұрын бар емес па? Осы мұрынның несімен байланысады дейді. Қараңыздар, тор сүйектің көз бөлігіне артқы қырымен байланысады. Айттым, сүйерленіп алдыңғы келбе өтеді. Үлкен қанаты көз шарасының жоғарғы, айттым, иә, тор сүйектің горизонтальды табақшасымен және маңдайдың көз бөлігімен. Мынау маңдай сүйегі, соның көздік бөлігі бар ғой, мынау көздік бөлігі, сонымен байланысады деп тұр. Вот байланысып тұр ма, мынау кіші қанаты байланысып тұр. Артқы қыры сүйірленіп алдыңғы көлбе өсіндіні процессус клинидиус антериорды құрайды. Яғни бағана айттым, процессус клинидиус постериор. Вот мынау процессус клинидиус постериор, процессус клинидиус медиус. Ал мынау кіші қанатында орналасқан құрылым процессус клинидиус антериор, алдыңғы сына тәрізді
өсіндісін құрайтын болып табылады. Одан кейін қосымша толықтыру есебінде сіздерге кітаптан алып қойдым. Кіші қанаттың артқы қыры мен алдыңғы көлбеу өсіндісі көру жүйкесіне өтетін өзектен бөлек жоғарғы көз шарасы саналуын фиссура орбиталис супериор жоғарғы және медиалды шекарасын құрап, латеральды бөлшектерді ми сауытының алдыңғы шұңқырынан бөліп тұрады дейді. Яғни қараңыздар, мынау тұрған бізде сына тәрізді сүйектің құрылысы. Мына жерде үлкен қанаты, кіші қанаты көрсетілген. Ал мынау алдыңғы жағында уже адамның бет бейнесі кеткен, иә. Сол екеуін бір-бірімен мынау через көз шарасы арқылы мимен байланыстырып тұратын осы сына тәрізді сүйек деген сияқты қылып бұл жерде келтіріп айтқан негізінде. Аса бір қатты қиын емес, иә. Одан кейін ең соңғы құрылым сына тәрізді сүйектің қанат тәрізді өсінділері процессус птерогиедис. Қанат тәрізді өсінді екі табақшадан тұрады. Латеральды табақша және медиальды табақша. Мынау тұрған қанат тәрізді өсіндісі латеральды орналасқаны бізде латеральды табақшасы, яғни денеден алшақ. Ал медиальды орналасқаны ол бізде медиальды табақшасы, денеге жақын орналасқан. Енді мен жеке сүйек ретінде оны қарастырайын. Вот мына алдынан қарасақ та оны көреміз, иә. Мынау мысалы үшін медиальды табақша екенін сразу байқаймыз. Және мынау латеральды, яғни алшақ шет жағында орналасқандықтан латеральды табақша екенін анық байқаймыз. Енді осы екеуінде орналасқан құрылымдарға тоқталайық. Мына жерде тоже көрсетіп қойған. Сразу аяқталды деп кетіпті, иә. Давайте мен сіздерге тоқталайын. Негізі бұл жерде орналасқан құрылым, мына жерде бізде осы екі табақша бар ғой, латеральды және медиальды табақшаның екеуінің арасынан инцизура птерогиедия қанат тәрізді тілік орналасқан. Сондықтан да бұл екеуі бөлініп кеткен. На самом деле ол жоғарғы жақта бір-бірімен бітісіп тұрған негізінде қанат тәрізді өсінділер болатын ше. Иә, өсінділері болатын. И сонымен қатар маңызды айтатын құрылым дәл осы медиальдісінің ұшында хамулюс, мінекей сулькус хамули птерогиедис, сулькус алдымен жүлге күйінде, одан кейін ол бізде хамулюс как ілмек сияқты орналасқан. Көріп тұрсыздар ма? Сулькус оның ұшы бар, мына жағы ішінде хамулюс птерогиедио, яғни ілмек тәрізді орналасқандықтан солай аталатын болады. Одан кейін латеральды бөлігінде орналасқан құрылымдарға тоқталатын болсақ, латеральды қанат тәрізді өсіндісінде обязательно птерогиедиус, процессус птерогоспинозус орналасқан. Яғни қылқанды өсіндісі орналасқан болып табылады. Ал оның іші, яғни екеуі бір-бірінен бөлініп кетпей тұрған кезде обязательно фосса птерогиедис шұңқыр тәрізді болып орналасады. Уже бұл ми сауытына қараған бетіне кезіндегі көрінісінде астында анық байқалып тұр. Мына жағында ол жағы мысалы үшін анық көрсетілмеген деген сияқты да. И мына жерде қараңыздар, сулькус птерогиедиус дедім ғой, сол сулькус птерогиедиус мына жақта не нәрсеге бағытталып кетеді? Каналис птерогиедиус, яғни шатастырмаймыз, иә. Мына жақта бізде каналис не орналасады? Форамен ротундум орналасады. Форамен ротундумның астында форамен овалияның жалғасы орналасады деп шайып кетпеңіздер. Мына жақта қанат тәрізді өсіндінің өзегі, яғни каналис птерогиедиус орналасатын болады. И ол өзек мына жаққа қарай сызық аяқ, я болмаса бір бөліп қойған жүлге, мінекей сулькус палато вагиналис. Бұның тікелей переводын слайдқа енгізбептім, из-за этого мен аудара алмай тұрмын, но негізінде есіме түссе комментарийға міндетті түрде описаниеға жазып қоямын. Сулькус жүлге орналасады, и осы жер жүлге сулькус вомер. Вомер это кеңсірік, яғни вагиналис мына жақта бізде кеңсірік, яғни мұрынның арасында орналасады. Артқы жағында осы сына тәрізді сүйекпен кажется байланысуына байланысты, соған бір бекінетін құрылымдарға байланысты солай бұл жер аталып тұр. Сына тәрізді сүйектің құрылысы осымен бізде аяқталды. Мне кажется, все это вам понятно деп ойлаймын. Ақпарат пайдалы болса, сабақ ұнаса, достарыңызбен міндетті түрде бөлісіңіздер. Жадный болмаңыздар және анатомияны мықтап күштілеп оқыңыздар. Бұл нәрсе сіздердің өмір бойы жейтін нандарыңыздың бір сөзбен айтқанда гарантиясы. Ертең алдарыңызға пациент келсе де бұл нәрсені біліп тұрғаныңыз өзіңіз үшін это очень большой плюс. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.